Құрметті аналар, бүгінгі біздің өзекті тақырыбымыз автозный стоматит. Әрбіріңіздің ойыңызда жүрген, талай кездескен баланың аузында пайда болатын автозный стоматит. Өз кезегінде балаға түрлі дискомфорт, ауырсыну, ауыздағы қанау, тамақты жемеуіне алып келетін қолайсыз дерт болып табылады. Бірақ бұның шешімі бар. Бүгінгі видеода мен сіздерге нақты стоматит кезде не жасау керек, чтобы бала тез-тез тамаққа ілініп, аузындағы ауырсыну сезімі басылу үшін жасалатын негізгі әдістерді мен сіздерге түсіндіретін боламын. Бұл ненің әсерінен пайда болады? Бірінші кезекте баланың ауыз қуысындағы герпесті инфекцияның әсерінен. Екінші кезекте бізде кандиданың, яғни саңырауқұлақтың әсерінен. Немесе баланың аузында қандай да бактериалды флора болатын болса, сол микротравманың әсерінен сол жерді зақымдап, ошақтанып, сол жерде түрлі жара, язва, эрозиялар шақыру арқылы патология шақырады. Енді автозный стоматит кезінде балаға біз не жасауымыз керек? Бірінші кезекте біз ауырсынуды басуға жағдай жасауымыз керек. Өйткені тамақ жемей қалады да, осының әсерінен баланың иммунитеті төмендеп, ол тамаққа мүлдем тәбеті болмай, әлсіреп, басқа да қосымша бактериалды инфекцияларды қосып алуы мүмкін. Ендігі кезекте біз ауырсынуды қалай басамыз? Оны 2% лидокаин ерітіндісін алып, тамақтан алдын 15-20 минут алдын аузын обработка жасайтын болсаңыз, лидокаин уақытша ауырсынуды басып тұрады. Сол мезгілде сіздің балаңыз тамақ жеп, көңіл күйі жақсы болып, өзінің иммундық жүйесін нығайтуға, өзін көңіл күйін тұрақтандыруға бет алатын болады. Екінші кезекте бізде герпеске қарсы ацикловир майзы бар. Ацикловир майзын күніне 3 мезгіл стоматитке жағасыздар. Ол жергілікті герпес вирусын көзін жоюға бағытталған терапия болып табылады. Үшінші кезекте сіздер жағатын растворлардың бірі ол метиленовый синий, яғни метилен көгі. 1%-дық екі түрі болады: су негізінде, спирт негізінде. Су негізіндегісі бізде шырышты қабаттарға, яғни ауызға жағуға арналған, а спирт негізіндегісі бізде денедегі герпестік жараларға жағуға арналған. Сіз өз кезегінде су негізінде дайындалған метилен көгін аласыз. Оны күніне 3 мезгіл таңертең, обедте, кешкісін жағу арқылы сіз жаңағы язвалардың, стоматиттердің бетін кептіретін боласыз. Ал енді одан ары қарай не жасаймыз? Кәдімгі флумол капсуласын сіздер мүмкін білетін боларсыздар. 25 миллиграмдық флумол капсуласының ішіндегі ұнтағын стоматитке себетін болсаңыз, тіпті жақсы көмектеседі. Ал енді негізгі стоматиттің пайда болған сәтінен бастап, оның толық жазылуына орташа есеппен 4-5 күн уақыт кетеді. Осы 4-5 күнде жоғарыда аталған дәрі-дәрмектерді қолдансаңыз, балаға жағдай жасасаңыз, және бала мысалға тамақ жемеген кезде, жалпы суды ішпеген кезде, тамақ жемеген кезде организм интоксикация болады. Интоксикацияны болдырмау үшін қажетті мөлшерде су және сұйық тамақ беріп отырсаңыз балаға, 4-5 күнде сіздің балаңыз толықтай осы автозный стоматиттен айығатын болады. Кейбір ауыр жағдайларда балада жылына 7-8 ретке дейін рецидив береді. Рецидив дегеніміз не? Былайша қарапайым тілмен айтқанда, сол стоматит қайталанады. Бір жыл ішінде 7-8 ретке дейін қайталануы мүмкін. Сол себепті сіз стоматиттен жазылғаннан кейін міндетті түрде ауыз қуысынан бакпасев тапсырып, ол пассивтен шыққан жаңағы саңырауқұлақ болсын, бактерия болсын, немесе жаңағы сілекей құрамынан шыққан герпес инфекциясы болсын, толықтай емдеуге жүгінуіңіз қажет. Егер сіздің балаңызды стоматит мазалайтын болса, балаңыз жылына 5-6 рет, 2-3 рет осындай стоматитпен ауырып, әбіржіп, тамақ жемей сіздің мазаңызды алатын болса, сіз бізге хабарлассаңыз болады. Біз міндетті түрде стоматитті емдеп, ары қарай рецидив бермейтін жағдайға жеткізіп бере аламыз. Лайк басыңыз, төменде комментарий қалдырыңыз, достарыңызға бөлісіңіз, ол кісілер де осы стоматиттің тиімді емін біліп жүрсін.